Сәлем достар, сіздермен бірге қысқаша кино. Дәл осы шығарылымда сіздерге Стереолог фильмін қысқаша айтып беретін болам. Достар, видео басталмас бұрын арнаға тіркеліп лайк басып кетуге. Жапан далада сержант Боб Ли Суэггер және оның серіктесі Донни Фен екеуі өздерінен қалған әскерді жау әскерінен қорғауда. Боб атқыш пен оның жүргізушінің көзін құртып тапсырманы орындады. Осылайша екеуі кері қайтпақшы. Күтпеген жерден көптеген жау әскері келді. Сонда Суэггер барынша көптеген жаудың көзін құртуда. Сонда екеуін жау әскері минометпен ата бастады. Сержанттар көмекке әскер шақырды. Өкінішке орай штаб өлсе өле берсін дегендей байланысты үзіп тастады. Осы кезде екеуіне қарай жау вертолеті шабуыл жасады. Соның кесірінен Донни көз жұмды. Ашуланған Боб вертолетті қайта-қайта атып, шаққа дегенде құлатады. Арада 3 жыл өтті. Боб Суэггер өзінің иті Сэм екеуі тау үстіндегі үйде өмір сүріп жатыр. Бір күні оның үйіне полковник Айзек Джонсон келді. Оның бір өтініші бар екен. ақш президентін өлтіру туралы жоспар құрып берші дейді. Себебі агенттерге ақш президентіне шабуыл жасалады деген ақпарат келген. Бобқа берілген тапсырма шабуылды болдырмау керек. Алғашында Боб қарсы болды. Алайда полковник елдің тағдыры ең мықты снайпердің қолында тұр деп оны көндіреді. Сонда Суэггер 1,5 шақырым жерден адамды атып өлтіруге болатынына көз жеткізіп келіседі. Боб жақында президент келіп сөз сөйлейтін 3 қаланы да зерттей бастады. Және президентке шабуыл Филадельфияда жасалады деген тұжырымға келді. Боб өзінің ойын полковникке жеткізді, ал полковник рахметін айтты. Және де Бобқа президент келген күні бақылаушы болшы деп өтініш қылды. Жергілікті полицейский Тиммонс группаны саясаткерлерге жақын орналасқан ғимаратқа алып барды. Осы кезде Суэггер Майкл Сандорды және де отставкаға шыққан тағы бір әскери адамды кезіктірді. Осы кезде ортаға президент шықты, және де Боб президентті дәл ыстырғанда атып тастайтындай мүмкіндік бар екенін түсініп, тез арада снайперді ұстау керек деп айқайлай бастады. Алайда оның орнына Тиммонс Бобты атты, ал белгісіз снайпер президентті атып тастады. Ақшаға сатылған полицейский 2 рет Бобты атты, бірақ та ол терезеден секіру арқылы одан құтылып кетті. Догнать и убить. Осы кезде полковникті адамдары бөлмені тазартып, тек қана Суэггердің винтовкасын қалдырады. Жаралы Боб көшеден Ник Мемфисті көрді. Ник жұмысқа жаңадан тұрған себепті Боб оны оңай жеңіп тастады және де көлігінің кілтін алып өзін қабырғаға кісендеп кетеді. Және кетіп баратып мені алдап кетті дейді. 10 шақты полицейлер көлігі және бірнеше ФБР вертолеті күдіктіні іздеп жүр. Полицейлерден тығылу үшін Боб автомойкаға кірді және багажниктен аптечканы алып, жарасын тамып алды. Көшеге шыққанда Суэггерді полицейлер дереу қоршауға алды. Сонда Суэггер артқа қарай жүреді, қабырғаны қиратып, ФБРдің атқанына да қарамай суға түсіп кетеді. Полицейлер судан дереу көлікті табады, бірақ та Суэггер бұл жерде жоқ. Сөйтсе Суэггер жанынан өткен кемеге тіркеліп алған екен. Бірнеше шақырымнан кейін Боб жағаға шықты. Бұл жерде полицейлер жоқ. Сонда Боб қызыл пикапты ұрлап кетеді. Енді Суэггерді барлық полицейлер іздеуде, оның түрін барлық телеканалдардан көрсетті. Агент Никтің бастығы Никке айтады, сенің жұмысыңа қызметтік тексеру жүргіземіз дейді. Себебі ол бүкіл агенттікті масқара қылды. Ник Суэггердің мені алдап кетті деген сөзін бастығына жеткізді. Бірақ та бастығы бұл бос әңгіме және өзінің рапортыңа бұл туралы жазба дейді. Кешкісін Боб өзін танымас үшін азық-түлік дүкенінің жарығын сөндіріп тастады және өзіне керекті нәрселерді алып алды. Ол тасталған ғимаратқа келіп сатып алған заттарымен өзіне қолдан тамшылағыш жасайды. Ник қоңырау қабылдайтын кезекшілікте тұрған кезде шағын дүкені бар әйел хабарласты және бірнеше сағат бұрын күдіктіге ұқсайтын бір адам келіп азық-түлік пен тағы да бір заттар алып кетті дейді. Ник Мемфис бірден түсінді, бұл заттар арқылы кезінде жараны да жазатын еді. Ник естігенін дереу бастыққа жеткізді, бірақ та бастық бұл жай ғана жалған ақпарат дейді. Ник осы жағдай туралы қатты ойлана бастады және қылмыс болған кезде өзі зерттеп отыр. Ал таңертең сәйкес келмейтін жағдайлар туралы өзінің жұмыстасы Алурдес Галиндоға жеткізеді. Сонда қыз кеше түнде кезекшілікте тұрған полицейский Тиммонсынды атып тастады дейді.
Мемфис өзіне сенімді, бұл бір келісіліп жасалған тірлік дейді, және де шын қылмыскерлер бір-бірінің артын жауып отыр дейді. Боб киімдерін ауыстырып бірнеше сағаттың ішінде Кентуккидағы шағын қалашыққа келді, және Сара Феннің есігін қағып тұр. Сара дегеніміз фильмнің басында қайтыс болған Донидің сүйіктісі еді. Алайда екеуі Дони қайтыс болғалы бері сөйлеспеген еді. Бірақ та Суэггер Сараға жыл сайын гүл жіберіп хат жазып тұрған. Сол үшін де Сара Суэггерді таниды. Қыз жаңалықтар арқылы Суэггерге іздеу жарияланғанын біледі. Бірақ та Суэггер ешқандай кінәм жоқ дегенде қыз оны үйіне кіргізеді. Сонда Сара Суэггерге президенттің тірі екенін айтты, және де мерген президентті емес жанындағы эфиопиялық адамды атқан екен. Ал Суэггер көптеген дәрі-дәрмектің тізімін жазып берді. Сара бұл дәрілерді әкелмесе, жақын арада Суэггер қайтыс болады. Осылайша Суэггер азотты жұтып ұйықтап кетті, ал Сара болса оның жарасын танып, терісін тігіп берді. Осы кезде Ник президентті басқа жерден атқан болуы мүмкін деп барлық ғимаратты қарап шықты. Соның арқасында шіркеудің жоғарысынан қару қоятын штативтің ізін көрді. Осыдан кейін интернет кафеге келіп, қару-жарақ маманымен сөйлеседі. Осы кезде сұрағына жауап алды. Снайпер дистанциядан пультпен басқаратын винтовканы пайдаланған болуы мүмкін. Боб Суэггер есін жиған кезде Сара оған итін атып тастаған жеткізді. Бұны естіген Боб қатты ашуланды. Шындықтың бетін ашу үшін Суэггер жоспар құра бастады. Жоспарды жүзеге асыру үшін Ник Мемфисті пайдаланғысы келді. Сара көмектесуге келіседі, тіпті оған Донидан қалған винтовканы берді. Кафеде отқан Никке Сара келіп Суэггерге қатысты көліктің нөмірін береді. Осы арқылы Ник Суэггер туралы ақпарат жинау керек, және соның арқасында Суэггер полковник Джонсонның назарын аудартқысы келді. Сара өзіне берілген тапсырманы жақсы орындады, бірақ та Бобқа екі полицейский келіп түрінді көрсет дейді. Суэггер оларды оңай жеңді, тіпті олардың итін өздеріне қарсы қойып кетті. Суэггер олардың рациясын алып қашып кетеді. Бобтың жоспарлағандай Ник базадан күдіктінің машинасы туралы іздей бастады. Алайда оны іздеуге Никке рұқсат жоқ. Мемфистің белсенділігін байқап, полковник Джонсонның адамдары оны көлікке мінгізіп алып кетеді, және ұрып қинап, сол арқылы Суэггерге шыққысы келді. Осы жерде Никтің еш нәрсені білмегенін байқаған соң, оны өлтіргісі келді. Алайда Суэггер бұның барлығын алыстан қарап тұр, және үшеуін де Донидің винтовкасымен атып тастайды. Сонда Ник барлығын заң арқылы шешейік дейді, және кінәлілер заң алдында жауап берсін дейді. Бірақ та бұлай істеу мүмкін емес. Для них законы не действуют. Сонда Боб оларды заңмен жазалау мүмкін емес екенін түсіндіреді. Оларды тек қана көздерін құртып тоқтатуға болады дейді. Осылайша Ник Суэггерге көмектесуге келіседі. Полковник Джонсон Суэггердің Сараға жылда гүл жіберіп тұрғанын біліп, қызды ұстауға адамдарын жібереді. Енді полковник Сараны пайдаланып Суэггерді қолға түсірмекші. Боб пен Ник мистер Райтпен кездесуге келді. Мистер Райт дегеніміз әлемдегі қару-жарақтарға эксперт жасайтын ең мықты адам. Полковник Джонсон Суэггерді бұрын атылған оқ арқылы оны кінәлі етіп көрсеткен. Сонда Райт айтады, 2 километр жерден дәл тигізетін тек қана 2 адам бар әлемде. Оның біріншісі Суэггер, ал екіншісі Михаил Червяк. Эксперттің суреттеуі арқылы Суэггер өзін Майкл Сандорамын деп таныстырған адамның снайпер Червяк екенін бірден білді. Ник өзінің әріптесі Алурдеске хабарласады, және Червяк туралы ақпараттар жинап берші деп өтініш қылды. Және қыз қайтадан хабарласып Червяктың мекен-жайын айтып берді. Джонсон сенатор Чарльз Митчемнен көмек сұрайды. Ол да Суэггердің тез арада өлгенін қалап жүр. Осы кезде Джонсонның екі адамы Сараға келді. Қыз біреусін атып тастайды, бірақ та екіншісі Сараны ұстап алды. Жігіттер Червяктың тығылып отырған жеріне де келді, және қолдан бомба жасау үшін дүкеннен керекті заттар сатып алды. Боб өздерін қақпан күтіп тұрғанын біледі, және Никті өзіне көмекші ретінде дайындай бастады. Үйге келгенде Ник күзетшілердің қайда жүргенін Бобқа айтып отырды. Соның арқасында Боб күзетшілерді бірінен соң бірін өлтіріп тастады, және жүрген жерінде айналаға бірнеше бомба қондырып кетеді. Есіктің алдында Бобты көрген Червяк барлық шындықты айтып беруге келіседі. Президентті өлтіру деген бұл бос әңгіме. Винтовканың оғы әуел бастан эфиопиялық адамға арналған. Себебі ол ортаға шығып барлық шындықты айтқысы келген. Шындық былай: ақш-тың билігі Эфиопияның бір ауылының 4000 адамын жазықсыз өлтіріп тастаған. Себебі сол жерден мұнай алғысы келген. Жазықсыз адамдарды қыру операциясын сенатор Митчем мен полковник Джонсон екеуі басқарған. Дәл сол кезде билік Суэггер мен Дони екеуін жазықсыз адамдарды қырып келе жатқан қанішерлерді қорғау үшін пайдаланып кеткен екен. Билік өз тапсырмасын орындап
болған соң Суэггер мен Дониді жау қолына өлсе өле берсін деп қалдырып кеткен. Сонда Шербяк бұл іске көптеген беделді адамдардың қатысы бар дейді. Онымен қоса Сараны Джонсонның адамдары ұстап алғанын айтты. Ник рация арқылы көптеген әскердің үйді қоршауға алғанын жеткізеді. Осы кезде Шербяк менің миссиям бітті деп өзін өзі атып тастайды. Жалдамалы адамдар үйге кірген кезде Боб оларды өлтіреді, ал Ник сырттан бомба жарады және көзді ашытатын газды да жібереді. Көк түтінді пайдаланып Суэггер үйден шығып жақын жердегі тығылатын жерге келді. Тағы да әскер көбейгенде Ник барлығын жағып жібереді. Ізінен вертолет келеді, ішінде пулемет ұстаған адамдар бар. Вертолет жоғарыда ұшып баратқанда Боб астындағы цистернаны жарып, сол арқылы вертолетті де жоқ қылады. Жігіттер Монтанаға келді және Ник өзінің әріптесіне хабарласып, телефонды бастыққа бер дейді. Ник бастығына Суэггер менің қасымда дейді және ол ешкімге сене алмайды деп телефонды тастап жібереді. Әлбетте полковник Джонсон әңгімені естіп отыр және қайтадан хабарласады. Сонда Боб Суэггер полковникпен бітімге келгісі келді. Боб айтады: сендердің Эфиопиядағы жазықсыз 4000 адамды қырып тастағандарыңды білем. Бұл туралы маған Шербяк айтты және ол туралы менде запис бар дейді. Енді сол таспаны саған беремін, ал сен маған Сараны бересің дейді. Сонымен қатар Суэггер айырбастау кезінде сенатор Митчем де қатыссын дейді. Осылайша олар қарлы таудың үстінде кездесуге келіседі. Митчем, Сара, Джонсон және Джонсонның адамы осы жерге вертолетпен келді. Алыстау төменгі жақтан бір адамның келе жатқаны көрінеді. Қарда жасырынған Джонсонның снайпері келе жатқан Никті атқан екен. Ник болса үстіне қалың металл киіп алған. Боб жасырынған снайперлердің қайда екенін біліп, барлығын да атып тастайды. Осыдан кейін дереу Сараны ұстап тұрған қаншерді атады. Ал осыдан кішкене уақыт бұрын кездесу туралы Никтің бастығына хат келген еді. Боб қарсыластарға келіп, олардың қаруын тастатқызады. Ал Сара болса қолына тапаншаны алып, өзін қорлаған үшін Джонсонның адамын атып тастайды. Осы кезде Боб сенатордың әңгімесінен коррупцияның қалай белең алып кеткенін байқайды. Сол үшін де диктофонға жазылған әңгімеден ешқандай пайда жоқ екенін біліп, оны көздерінше жағып жібереді. Көп ұзамай федерал ұшағы келді және Боб агенттерге бірден беріледі. Бірнеше күн өткен соң генералды прокурор Суэггердің әңгімесін ФБР директорының көзінше тыңдауға келіседі. Сонда Боб менің винтовкамды осы жерге алып келіңдер деп өтініш қылды. Ескерте кетейін, дәл осы винтовкамен Суэггер эфиопиялық адамды өлтірді деп айып тағылып отыр. Суэггер шүріппені басқанда оқ атылмады. Себебі ол Филадельфияға келмес бұрын байөкті алып тастаған. Дәл осы қаруды мүлдем қолданбас үшін генералды прокурор Бобтың жазықсыз екенін түсініп, оны босатады. Бірақ та прокурор сенатор Митчем мен полковник Джонсон екеуін ұстай алмайды, себебі оларға қарсы нақты айғақ жоқ. Я победил, а ты проиграл. Бірнеше уақыт өткен соң сенатор Митчем, полковник Джонсон және сенатордың көмекшісі үшеуі орман арасындағы үйде кезекті қанды жоспарларын құрып жатады. Аяқ астынан Джонсонға оқ тиіп құлап жатады, ал терезеден қараса сенатордың көлігі жарылып кетті. Есіктен Боб кіріп келе жатыр. Әуелі күзетшіні өлтіреді, одан кейін сенатордың көмекшісін өлтіреді, ал сосын сенатордың өзіне жақындайды. Сенатор биліктің барлығы менің қолымда деп айқайлайды. Суэггер болса мен саған келісемін деп жексұрынды атып тастайды. Ол тапаншасын Джонсонның қолына қойып, газ кіріп тұрған вентильді қиратып тастайды. Ал бірнеше минуттан кейін үйдің түгі де қалмай жарылады. Осыдан кейін Боб Сараның көлігіне отырып, әрмен қарай жолдарын жалғастыра береді. Достар, фильм сіздерге ұнады ма? Комментарийге жазып кет. Және де арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпайық. Келесі видеоларымды бірінші болып көру үшін қоңыраушаны да басып қой. Ал әзірге аман сау болыңдар достар.